көзге көрінбейтін кеңістік. Біздің тәніміз көзге көрінбейтін электромагниттік қуаты бар кеңістікпен қоршалған. Сондықтан адам бойында 7 орталық қуат көзі орналасқан. Осы 7 энергетикалық орталықты іске қосқан кезде біз олардың ішінен қуаттарды сыртқа шығарамыз. Яғни әр орталық белсенді болған сайын тән ерекше ақпарат пен ниетке толы энергия толқындарын бөле бастайды. Соған сәйкес нерв жүйелеріне керекті гормондар мен химиялық заттар түзіле бастайды. Адам бойындағы 7 орталық күшінің бастапқы 3 қуат көзі тәннің төменгі бөлігінде орналасқан. Бірінші орталық төменгі жамбас бөлімдерімен қатысты аймақтар. Екі жамбастың арасында орналасқан бұл аймақтар көбею және тұқым жалғастыруға жауап беретін жер болып табылады. Бұл жермен эстроген, прогестерон, тестостерон сияқты гормондар байланысады. Осы аймақпен креативті ойлар шыға бастайды. Яғни бұл орталық байланыста болған кезде өмір жалғасымы болады. Екінші орталық кіндік аймағы болып табылады. Бұл аймақ тамақты қорытуға жауап береді. Тамақты энергияға айналдыратын аймақ, қандағы қант құрамын бақылайтын бөлім. Бұл орталықтың бақылауында сонымен қатар әлеуметтік құрылымды қадағалау жатады. Отбасы және түрлі қарым-қатынастарды реттейтін орталық. Осы аймақ баланста болған кезде адам өзін қауіпсіз сезінеді. Үшінші орталық іш құрылысы аймағы. Бүйрек, бауыр, іш құрылыстың орналасқан бөлімдерінің бәрі жатады. Бұл орталықпен адреналин, кортизол, бауыр мен бүйректің барлық ферменттері байланысады. Бұл аймақта ерік-жігер, билік, бақылау, агрессия, табандылыққа жауап береді. Осы үшінші аймақ баланста болған кезде сыртқы кедергілерді жою үшін адам көбіне тәни күш-қуатын пайдалана бастайды. Яғни адам бір нәрсеге жету үшін тек материалды тәнге сүйенеді. Егер де біз ұдайы жан сақтау күйінде болса, төмендегі осы үш орталығымыз белсенді болып кетеді. Сол кезде біз сексуалды ішіп жеумен, басқалармен алысумен, басы қатқан созылмалы күйзеліс, стресте болатын боламыз. Ол біздің тәніміздің қоршаған кеңістіктен қуатты сорып алады. Яғни төмендегі жиіліктегі толқындар қауіпті болып табылады. Ал шектелген сана қуат көзін қоршаған клеткаларға шектелген белгі ретінде сигнал береді. Нәтижесінде осы белгілер осал болады да жасампаз ақпарат беретін қуат толқындары төмендейді. Төмен толқындар ауру туғызады. Қорыта айтсақ, энергетикалық деңгейде барлық сырқаттар төменгі толқындармен үйлесімі жоқ ақпараттардан туындайды. Тыныс алу техникасы медитациясы. Келесі тыныс алу медитациясын жасаған кезде сіз саналы түрде санаңызды тәндегі энергия қуатын жоғарыға алып шығасыз. Төменгі үш орталықтағы тұрып қалған энергия қуатын босатып, оны жоғарғы орталықтарға алып барасыз. Ары қарай ол қуаттарды тек жан сақтауға ғана емес, тәніңізді сауықтыруға, жаңа бір өзгерістер, түрлі жетістіктерге жетуге қолданасыз. Санаға айналып кванттық әлемге ашыласыз. Тыныс алу медитациясы. Аяғыңызды еденге қойып, үстелге отырыңыз. Немесе малдас құрып, астыңызға жастық қойып, тік отырыңыз. Екі жамбастың ортасындағы бірінші чакра, дәрет шығатын тұстағы бұлшық еттерді қатты қысыңыз. Деміңізді тежемеңіз, қалыпты тыныс ала беріңіз. Осы бұлшық еттерді бар пәрменіңізбен қысып 5 секунд ұстап тұрыңыз да босатыңыз. Үш рет қайталаңыз. Қалыпты жағдайда тыныс алуды ұмытпаңыз.
Жамбастың екі ортасындағы бірінші чакра, дәрет шығатын тұстағы бұлшық еттерді қатты қысып ұстаңыз. Енді сол бұлшық еттерге қоса іштің төменгі екінші чакра, кіндік тұсындағы бұлшық еттерді де қоса қысыңыз. 5 секунд ұстап босатыңыз. Үш рет қайталаңыз. Жамбастың екі ортасындағы дәрет шығатын тұстағы бірінші чакра, бұлшық еттермен қоса ішіңіздің төменгі кіндіктің тұсындағы екінші чакра, бұлшық еттерді қысуды үйрендіңіз. Енді оған қоса үшінші чакра, қосымша іштің жоғарғы бөлігіндегі бұлшық еттерді қоса қысыңыз. Осы кезде сіз үш төменгі орталықтардың бұлшық еттерімен бірге толық қысып үйренесіз. 5 секунд ұстаңыз да босатыңыз. Үш рет бар пәрменіңізбен бұлшық еттерді қысуды қайталаңыз. Сезімдеріңіз қаншама терең болса, гендеріңіз де соншалықты оята аласыз. Енді ризашылығыңыз бен ақ батаңызды тәніңізге, өз өміріңізге, жаныңызға, болашағыңызға, өткеніңізге, қиындықтарыңызға, сізге өмір берген жоғарғы санаға жіберіңіз. Медитацияны енді келетін жаңа өмірге деген алғыспен аяқтаңыз. Осы естіген жаттығуларды қайталап жасау арқылы өз бетіңізше жасай алатындай етуге тырысыңыз.